Екеуінің арасында не бар екенін білмеймін. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Баян Мақсатқызы мен Дулыға Ақмолда туралы қызық жаңалық пайда болған екен. Бұл туралы Массагет KZ сайтында жазылды. Танымал актриса Айгүл Иманбаева, белгілі продюсер Баян Алагөзова мен актер Дулыға Ақмолданың қарым-қатынасы туралы қызық жаңалықты айтты. Қазір Баян Мақсатқызы мен Айгүл Иманбаева жаңа комедияның түсірілім алаңында бірге жұмыс істеп жүр екен. Бұл туралы Баян Алагөзова өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында, яғни Инстаграмда айтты. 7 қыркүйектен бастап Көке комедиясы Қазақстанның барлық кинотеатрларында көрсетілетін болады, деп хабарлаған екен ол. Кинода Баян Мақсатқызы мен Айгүл Иманбаевадан бөлек танымал актер Дулыға Ақмолда да басты рөлге бекітілген. Таңғы 7:30-нан бастап мотор. Бүгін түсірілімнің алғашқы күні ауыр болып жатыр. Бірақ комедия өте қызық. Ешқандай комедияға жетпейтін комедия болады. Басты рөлде Баян Мақсатқызы мен Дулыға Ақмолда. Екеуінің арасында не бар екенін мен әлі білмеймін, деп қызықтырып қойған екен Айгүл Иманбаева. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Құдай қаласа жарыққа шықсын. Өзім қызығып қалдым. 7 қыркүйектен бастап дейді ғой. Көке комедиясын күтемін. Кинотеатрларға шығып жатса, барып міндетті түрде көруге тырысамын. Басқа Баян ханымның кинолары өте қызық шығады, өзіме ұнайды. Қаншама киносын көргенмін, көңілден шығады деп айтыламын. Бірақ та бұл жерде тақырыпта Дулыға Ақмолда екеуінің арасында не бар екен білмеймін деп жазып қойғанға ойлап қаптым, шамалы басқаша ойлаппын. Дегенмен де бір киноға түсіп жатыр екен. Бұл қуанышты жаңалық деп санаймын. Себебі Дулыға Ақмолда да өте керемет актер, өз ісінің шебері, талантты актер. Қаншама мықты кинолары бар, әртүрлі рөлдерді керемет алып шығады. Сондықтан да меніңше бұл кино қызық болатын сияқты, міндетті түрде күтемін. Құрметті қазақ елі, сіздерде барлығы жақсы болсын, аман болыңыздар, барлық жақсылықты тілеймін сіздерге.